Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен етті бәліш дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Жұмсақ әрі дәмді, өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жұмыртқа қосамыз. Жарты кішкентай қасық тұз қосамыз. 200 грамм қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнға қопсытқыш салып араластырып, ұнымыздың барлығын қосып, жақсылап араластырып илейміз. Илеп болдық. Осындай біраз қолға жабысатын қамыр болып шығады. Енді тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Біраз күнбағыс майын құйып, етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Енді пиязды 4-5 қып турап, үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай біраз тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз және жақсылап араластырып қуырамыз. Енді үстіне 4-5 қып турап, бір картопты салып, жақсылап қуырамыз. Барлығын әбден піскенше қуырудың қажеті жоқ. Біраз шикілей болса да болады, бетін осылай жауып қоясыздар. Енді бір ыдысқа салып, суытып қоямыз. Бір жұмыртқаны бетіне жағып шығамыз. Сонда қызарып әдемі болып піседі. Ортасын осылай тесіп қоясыздар. Сол кезде ішінде салмасы жақсылап піседі.
Міне біздің етті бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен бірінші жасалғаннан жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі менен қандай рецепт күтесіздер, пікірге жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.